Сауалдарыңыз бар ма еді тағы да? Айтыңыз. Алладан келген сынақ, сосын жаза дейді ғой, соның айырмасы бар ма? Екеуі бірдей ма? Жақсы. Рахмет. Алладан келген сынақ және жаза дейді. Бұл екеуі қандай айырмасы дейді да? Ол екеуін білуге бола ма дейді. Негізінде екеуін білуге болады. Егер сізге келген жақсылық та жамандық та екеуі де екен. Сіз ойламаңыз, сізге төгіліп атқан мал дүние, атақ мансап, біреулер сыйға тартып атқан жаңағыдегі түрлі сыйлықтар, қаражаттар, мансаптар сіз отырып атқан. Және керісінше сіз алдыңызға жолығып атқан проблемалар, бұның барлығы Құдайдың бергені, жалпы. Құдайдың сізге бергені. Енді сол Құдайдың бергені сіз үшін азап болады, яғни сіз үшін бір азап үшін келді, бір сынақ үшін келді дейді. Оны қалай білуге болады десе, сол келген нәрсе сізді Құдайдан ұзақтастырса, ол сізге азап үшін келіп жатыр. Және де егер ол сізді Құдайға жақындатса, ол сізге жақсылық үшін келіп жатыр. Сол үшін айтады. Сол үшін мынандай деген сөз бар. Құдайдан жүрегіңізді тыныш қып қоятын, яғни Құдайды ойлатпай қоятын зікірден гөрі дейді. Бір адам зікір айтып жатыр да, бірақ сол зікір айту арқылы, құлшылық арқылы Құдайдан тыныш болып алды да. Зікірден гөрі дейді, көзіне жас алдыртқан күнә артығырақ дейді. Құдайға жақындатады ғой, өйткені күнә жасап қойған адам өкінеді. Құдайым, Аллахым, Аллахым деп Құдайға жақындайды. Ал кейбіреулер құлшылық ғибадатпенен Құдайдан ұзақтайды. Түсінесіз ба? Қалай ұзақтайды? Тәкаппарлықпен, менмендікпен, жанның тыныштығымен. Түсінесіз ба? Жанның тыныштығы деген сөз Алланың сізге бермек болған сынағынан аман болу. Мен соны айтып жатырмын. Жан тыныштығы деген сөз, бұл менің айтқандағы бұл дүниедегі жетістікті айтып жатқан жоқпын, рахатын, жүректің рахатын айтып жатқан жоқпын. Жанның тыныштығы дегеніміз андай өз-өзін алдау ғой. Мен жәннатқа кіріп кеттім, болды. Мысалы, біреулер бар, мешіт салады, жетімдер үйін салады, немесе бір сауап сықып қояды да, сөйтеді да молдалардың, имамдардың сөзін мысал қылып айтады. Имекең айтты ғой дейді молдекең. Кім жәннат, мешіт тұрғызса, Алла тағала қиямет күні ол кісіге жәннаттан үй береді дейді. Дұрыс па? Менің жәннатта уже үйім бар дейді, мен пропискам бар дейді. Сөйтеді арақты бөгіп ішеді. Жәннаттағы пропискасы бар адам. Ол ондай емес. Құран-ы Кәримде мешітті кім салады деген сұрақ тұр. Оның мағынасы мешіт салуға кім лайықты деген сөз. Немесе дәлірек айтсақ, мешітті салдыңыз, Алла тағала сізге соған себепкер болды. Сізді бір сауап іске итермелеп қойды ғой, дұрыс па? Енді сол сауап іске сізді итермелегеннен кейін сізді соған лайықты көрген адамдардансыз. Сіз кандидатсыз да? Сіз кандидатсыз. Енді кандидат болғаннан кейін сол орнынан түсіп қалмау керек қой, түсінесіз ба? Чемпион болу бір әңгіме. Мысалы, күрестен, бокстан чемпион болу ол бір әңгіме. Еңбек керек. Тынбай еңбек ететін чемпион боласын. Бірақ чемпион болғаннан кейін сол чемпиондықты ұстап тұру, оның пейнеті одан ауыр болады. Өйткені сен чемпиондық үшін күресіп атқан кезіңде сен ешкім емессің да, сен жеңіліп қалсаң, сені жер көтереді. Проблема жоқ та сенде. Бәрінен жеңіле бересің. Бірақ сен жеңсең, алға қарай шыға бересің. Ал сен чемпион болғаннан кейін, сен ешкімнен жеңілмеу керексің. Сен жеңілсең, чемпион ба? О, құлақ қалды ғой чемпионың дейді. Яғни басқаша баға береді сізге.
Дәл сол сияқты құрметті жақсылар, мына өмірдің өлшемдері бір бөлек дүние ғой. Әйтсе де еңбек және сол еңбектегі тұрақтылық, ғибадат және сол ғибадаттағы лайықты тұрақтылық бұл бізге қажетті дүние, үйренуіміз керек. Сол үшін сауап амалдар, жақсы амалдар сізді Аллаға итермелесе, онда сол сауап амалдар сіздің дәрежеңізді көтеруге келді. Білесіз ба? Пайғамбарларға Алла тағала түрлі сынақтар берді. Дұрыс па? Қинады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкесін көрсетпей қойды. Әкесін көрген емес о кісі ше. Анасын көзінің алдында жанын алды. Атасына барып еді, атасын да алып қойды. Ағасының жанында жүреді, Әбу Талибті де алып қойды. Байқадыңыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйінде 40 күн деп қазан қайнамайтын кездер болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұл перзенттерінен көзі тірісінде айырылып қалды. Тіпті қыздарын да қойды. Зейнеп, Үммі Күлсім деген қыздары болатын. Сол қыздары да көзі тірісінде кетіп қалды. Яғни аталатсаң аталат, боталатпа деген сөз бар ше. Атамау деген жылаған дұрыс екен да, нормальный да енді, өйткені кішкентай келеді, үлкен кетеді. Кезекпен кетіп жатыр да, бірақ керісінше кетіп жатса ауыр болады екен да. Атасы ботамау деп жыласа қиын болады екен да. Ауыр болады. Жоғардан төменге қарау. Сондықтан айтатыным, бізге келген сынақтар пайғамбарға келмеді демеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басына келген неше түрлі қиыншылықтар болды. Бірақ сол қиыншылықтар ол кісінің дәрежесін көтеру үшін болды. Ол кісіні Аллаға жақындату үшін болды. Сондықтан сізге келіп жатқан қиыншылықтар ол азап емес. Сіз ойламаңыз, жолыңыз жүрмей жатса, кедей болып қалсаңыз, проблемаларыңыз көбейіп кетсе, Құдай мені ұмытып кетті деп ойламаңыз. Жоқ. Бәлки Алла тағала сіздің сіз оны айтқаныңызды көп естігісі келген шығар. Бір нәрсе жоқ болып қалса, Құдай маған берші, Аллахым маған берші деген сөзіңіз ұнайтын шығар Аллаға. Соған жалынған жалбарыныңыз Аллаға ұнайтын шығар. Соны көп естігісі келетін шығар. Сізді өзінің бір бұлбұлы қылғысы келген шығар. Өзінің атын көп айтқызатын. Көп қылып, Құдайым, мен саған мұқтажбын, маған берші дейтін шығар. Соны білгісі келетін шығар. Шынымен ақ Алла тағаладан сұрайсыз ба, жоқ, бәрінен іздеп кетесіз ба, соны сынағысы келетін шығар. Сондықтан жамандықтар, қиыншылықтар бұл азап емес. Және керісінше, сізге келіп атқан майшаттар, байлықтар, Құран-ы Каримде Қарун деген бай өтті. Қарун деген байды көрген кезінде жұрттар тіледі дейді. Аллахым, мына Құдайдың нұры жауып қойған адам екен, мен де сол кісі сияқты болсам екен. Қазіргі кезде кейбір жағдайы түзеліп қалған адамдар, қалтасында 4 теңге пайда болған адамдар сөйтіп ойлайды. Құдай мені жақсы көріп қалды дейді. Кімнің ақшасы жоқ, соны Құдай жек көріп қалған. Кімнің ақшасы бар, оны Құдай жақсы көріп қойған екен. Оның түсінігі сондайды, келте. Жоғарыда айттым ғой, өмірді материалмен өлшеме деп. Материалдық көзқараспен қарамаңыз өмірге. Маңдайыңызды болмаса ұра бересіз. Шишка емес, мүйіз шығып кетеді басыңызға ұра бергеннен. Егер ақылға келмесеңіз. Өмір ондай нәрсемен өлшенбейді. Сондықтан сізге келіп атқан неше түрлі төгіліп атқан мансаптар, төгіліп атқан мал дүниелер бар ғой, сіз соларға қарап айтыңыз. Мен осы келіп атқан нәрсеменен Аллаға жақындап жатырмын ба, ұзап жатырмын ба? Сізге келіп атқан проблемаларға да қарап айтыңыз. Осы проблемалар арқылы Алладан ұзап жатырмын ба,
жақындап жатырмын ба? Және де өзіңіз ұрыныңыз, басыңызға келіп атқан Құдай не берсе де Құдайға жақындай беріңіз. Қиыншылық берсе де басыңызға проблема түсті ма? Аллахым, саған мұқтаждығымды өзің көргің келген екен ғой, мен саған мұқтажбын деп Аллаға басыңызды ие беріңіз. Егер Алла тағала төгіп тастаса, Аллахым, мына дүние арқылы шайтан мені алдағысы келетін шығар, мен алданбаймын. Аллахым, саған ғана жүрем, саған ғана жақындаймын дей беріңіз. Біліңіз, өзіңізді Аллаға қарай жақындатпасаңыз, сізді ешкім о жаққа қарай жақындатпайды. Дұға қылайық, иншалла. Аллахым барлық істерімізге береке берсін. Кейбір адамдардың көздерінде фарлары өшіп, габариттер жанып бастаған екен. Сол поворотник болып кетпей тұрғанда дұға қылайық енді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илахи Раббым, осы отырған келген жамағат, я Аллахым, мешітке келіп, Алланың жақсы сөздерін, зікірін естемдеп келген әрбір адамға, әрбір басқан қадамына, анадан жаңа туылғандай қылып, бүкіл күнәсінен тап-таза болып, күнәсінен айығуды, тазаруды өзің жазғайсың. Раббым Аллахым, әрбір басқан қадамымызға сауаптар жазғайсың. Раббым Аллахым, қандай да бір қателіктер болса осы сұхбатымызда, бұл барлығы шайтаннан және өзіміздің надандығымыздан. Егер қандай да бір дұрыс айтылған сөздер болса, я Аллахым, сенің аузымызға салғанынан болады. Я Раббым Аллахым, бізді әрдайым жақсылыққа себеп қыла көр ендеше. Я Аллахым, аузымызға жақсы сөздер сал, қол аяғымызға жақсы істер нәсіп ет. Я Аллахым, қайда болса да өзіңнің сауабыңнан ұзақ қылмай, жәннатыңа қарай жақындата көр. Раббым Аллахым, дозағынан ұзақтастыр, және дозағыңа жақындататын амалдардан ұзақтастыр. Тілімізді де, денемізді де, қол аяғымызды да бәрінде. Раббым Аллахым, жанұямызға бақ береке бер. Бізге қымбат болған жандардың Аллахым, қымбаттығын өзің білесің. Ендеше сол біздің жүрегіміздің оларға деген махаббатын өзің көріп тұрсың. Сол махаббатыңнан артық сол кісілерге мейіріміңді төгіп рахымыңа бөлегейсің. Раббым Аллахым, ауырып атқан, дерт сырқаты болған жақындарымыз, көршілеріміз, біз танитын адамдарға шипа бергейсің. Раббым Аллахым, жақындарымыз, өзімізде, неміз жақындарымызда болған дүниеден өткендерімізді жарылқап, қабырларын нұрландырғайсың. Және де дүниеде өткен қате кемшіліктерінің барлығын кешіргейсің. Сенен жомарт, сенен кең зат жоқ бұл әлемде. Раббым Аллахым, қандай да бір қателік, күнә жасасақ, саған күпірлікпенен, саған қарсылықпенен жасаған жоқпыз. Саған қарсы болайық, кәпірлік жасайық деп жасаған жоқпыз. Бәлки өзіміздің надандығымыздан, өзіміздің ақмақтығымыздан жасадық. Раббым Аллахым, ендеше бізді кешкейсің, және соның барлығын өшіргейсің. Раббым Аллахым, осы отырғандардың дүниелік, ақыретті қандай да бір тілектері болса, соларды қабыл ет. Елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.